Санадағы негатив программаларды, негатив установкаларды өзгертетін 3 техниканы дәл осы видеода беремін. Техника барлық адамға пайдалы, өткені біздің көбінесе түпкі санамызда негативті программалар орнығып алған. Ол негативті программалар біздің өмірімізге ақшасыздықты, түрлі келеңсіздіктерді, қарыз кредитті тартуы мүмкін. Сондықтан да төп санамен жұмыс істеу өте маңызды. Сәлем достар, менің атым Айнара Байжан. Мен нейропрактикпін. Нейропрактик деген адамның миының барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, өмірін өзгертуге көмектесетін эксперт. Дәл осы YouTube каналда мен сіздерге сондай нейропрактикалар, нейроамалдар беремін. Соны орындасаңыздар, көп ұзамай сіздің аңсаған өміріңіз өзі сізге жетіп келеді. Сондықтан да менің YouTube каналымды қолдап, барынша лайк басып, комментарий жазып, подписаться басып қойсаңыздар, мен сіздерге қуанамын. Олай болса кеттік. Түп санада негатив установкалар бар. Дәл қазір осы видеода мен сіздерге қымбат курстарда берілетін практикамен бөлісейін деп жатырмын. Ол 100% жұмыс жасайды, егер дұрыс жасасаңыз. Бір 12 беттік дәптерді аламыз да, жаңа установкалар дәптерін бастаймыз. Бұл программаны бейсанаға сіңіру үшін осы дәптерге жасамыз. Дәптерді екіге бөліп, бірінші жағына негативті установкаңыз жазыңыз. Мысалы, ақша табу қиын, ақша үнемі жетпейді. Ал екінші жағына соның қарама-қарсы установкасын жазасыз. Жеңілдіктің бәрі Алладан, мен ақшаны оңай табуға болады деп сенгім келеді деп жазамыз. Осыдан кейін негативті установканың үстін сызып тастаймыз. Бірден мен бармын, мен баймын деп аффирмация, мен миллионермін деп аффирмация жазуға болмайды. Өйткені неокортекс бұл ақпаратты қабылдай алмайды. Сөйтіп бейсанаға ол түспейді. Бейсанаға түсу үшін асықпай подход жасау керек. Сондықтан установкаларды ақырында баяу неокортексті шошытпай өзгерту керек. Яғни мен осындай установкаға сенгім келеді деген сияқты. Екінші практика, бейсанаңызда тұрған негатив установкаға күмән келтіру керек. Бұл практика бейсанадағы негатив убеждениелердің әсерін біртіндеп өшіру үшін жасалады. Енді күмәнді қалай туғызамыз? Негатив установканы жасаймыз. Мысалы, ақша ауыр еңбекпен ғана келеді. Енді мына 3 сұраққа жауап беріңіз. Бұл сөзге мен неге сенуім керек? Бұл установкаға неге сенуім керек? Бұл установканы маған кім айтты? Бұл сөзді маған кім айтты? Бұл сөз жалған болуы мүмкін бе? Ақша ауыр еңбекпен ғана келеді деген сөзге сенбеуіме де болады. Бұл сөзді маған баяғыда кішкентай кезімде папам айтқан. Папаның уақытында бұл сөзге сенуге болар еді. Бірақ қазір мүлдем басқа заман болып жатыр. Қазір ақша табу оңай. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. Яғни тек қана ауыр еңбекпен емес, жеңіл жолмен ғана ақшаны табуға болады. Және сондай адамдарды айналаңыздан тауып, соны миға көрсетсеңіз, миыңыз ескі установканың әсерін өзі жояды. Үшінші практика, негатив установканы жоққа шығару үшін өмірден мысал іздеу. Мысалы, ақша тек ауыр еңбекпен келеді. Сіз өзіңіздің айналаңызда түске дейін ұйықтап, көшеде кофе ішіп, қыдырып жүріп ақша тауып жүрген адамдардың тізімін жазып көріңіз. Мысалы, ақша табу қиын деп негатив установкаңызды жазыңыз. Екінші жағына қандай да бір блогер, немесе сіздің танысыңыз, құрбыңыз үйде отырып, балаларын мектепке, садикке тасып, жұмысқа бармай, каким-то образом инстаграммен ақша тауып жүр. Ақша табу оңай деп жазыңыз. Негативтің үстінен сызыңыз. Бұл практикалардың барлығы жазу арқылы орындалады. Сіз саусақтарыңыздың ұшымен жазып практика орындайтын болсаңыз, сіздің миыңызда химиялық процесс жүреді. Яғни мелкая моторика адамның саусағының ұшында орналасқан. Егер сіз барлық практикаларды, жазу практикаларын міндетті түрде жазатын болсаңыз, онда сіздің миыңызда жаңа нейронды байланыстар орнайды. Жаңа нейронды байланыстар деген сөз өміріңізге жаңа ситуациялар, жаңа оқиғалар, жаңа мүмкіндіктер келеді. Ал ескі негативті программалар, ескі установкалар тұрған жерде сіз сол баяғы қарыз, сол баяғы орта, сол баяғы қайталана беретін оқиғаларды өміріңізге қайталап тарта бересіз. Сондықтан да негативті установкалармен жұмыс жасау, осындай практикаларды орындау өте маңызды. Сіздермен болған мен Айнара Байжан. Келесі видеода кездескенше менің YouTube каналыма қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Ол үшін подписаться басып, лайк, комментарий жасаңыздар екен. Сау болыңыздар.